Күллі ғаламның жаратушысы аса рақымды, ерекше мейірімді Алла тағаланың атымен бастаймын. Барлық мадақ пен мақтау жалғыз Аллаға ғана тән. Екі әлемнің мырзасы, пайғамбарлар падишасы Хазіретті Мұхаммедке және оның отбасына, ардақты сахабаларына ұлық жаратушының сәлемі мен нұры жаусын. Жаратушы иеміз ол бастан-ақ барша құлшылықты ұлы даналықтармен міндеттеген. Адамдарға қиындық келтіріп, еркіндіктерін шектеу Алланың хикметіне мүлде жат нәрсе. Құлшылықтың адам үшін пайдасы кейде көзге анық көрініп тұрса, кейде жасырын тұратыны белгілі. Намаздың пайдалары. Бірінші, намаз Аллаға жақындаудың ең абзал жолы. Намаз Аллаға сүйікті және оған жақындататын ең игі амал. Алла тағала айтады: құлым өзіне парыз етілгендердің ең сүйіктісімен ғана маған жақындайды. Ал пайғамбарымыз былай дейді: намаз ең жақсы амал. Оны көп орындауға қайсының шамасы келсе істесін. Намаз Аллаға жақындатушы. Сондай ақ пенденің Раббысына ең жақын болатын кезі ол сәждеде тұрғанда. Екінші, намаз күнәдан тыюшы. Алла тағала айтады: күдіксіз намаз арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Керісінше әрбір күнә мен арсыздық адамды намаздан және Алла тағаланы еске алудан тыяды. Үшінші, намаз күнәларды өшіруші. Алла тағала намазды өзге құлшылықтарға қарағанда күнәларды көп жоятын қылды. Алла тағала айтады: Мұхаммед күндіздің екі уағында, таң және екінті, түннің күндізге таяу кезінде, ақшам, жашиық намазын толық орында. Шынында жақсылықтар жамандықтарды жояды. Бұл түсінушілер үшін бір насихат. Төртінші, намаз дерттен айықтырады. Қаншама ауруларды емдеуге көптеген медициналық дәрілер көмектеспей жатады. Ал намазға тұрғанда Алла оларға шипа беріп, аурулары жазылып кетті. Әсіресе түнгі намазға тұрғанда. Бесінші, намаз дәрежелердің көтерілуіне себеп болады. Пайғамбарымыз айтады: сен Аллаға бір сәжде қылсаң, Аллах сенің бір дәрежеңді көтереді. Сондай-ақ Раббия пайғамбарымыздан жәннатта бірге болуды сұрағанда былай деді: көп сәжде қылуымен маған көмектес. Алтыншы, намаз Алла тағаланың рахымына бөлейді. Намаздың жемістерінің бірі пенде намазға тұрып, намаздан кеткенше Алла мейірімінің оған үзілмей түсуі. Сондай-ақ оны періштелер қоршап тұруы. Бұны имам Ахмад Абу Умамадан келген мына хадиспен қоштайды: шынында пенде намазда тұрған уақытында оның үстіне жақсылық құйылады. Пенде үшін оқитын екі ракағатынан абзалырақ еш нәрсе әмір етілмеген. Жетінші, сәжде тозақ отынан қалқан. Намаздың жемістерінің бірі мүмін адам тозаққа түссе, от оның сәжде қылған жеріне, маңдайына зарарын тигізбейді. Мұндай нәрсе басқа амалдарда жоқ. Бухаридің сахихінде келгендей, пайғамбарымыз сәжде жасайтын жерлерді тозақ оты күйдірмейтінін айтқан. Алла тозақ отына адам баласының сәжде орнын жеуге рұқсат берген жоқ. Муслимнен келген риуаятта жүздерінен басқа жерлері жанып жататын қауымдар болады делінеді. Сегізінші, намаз рухымыздың азығы. Ол жанымыздың азығы. Себебі тән азыққа мұқтаж болғандай, рухымыз мейірімнің түсуіне өте мұқтаж. Ол екеуінің әр қайсысы азықтарын сіңіріп алады да әрдайым азығын жаңартып тұруды қажет етеді. Сөйтіп Алла тағала 5 уақыт намазды жанымыздың күнделікті азығы етті. Тоғызыншы, намаз ризық келтіруші. Егер пенде намаз оқып намазына берік болса, Алла оны ойламаған жерден ризықтандырады. Үй ішіңді намазға бұйыр және өзіңде оған көңіл бөл. Сені біз ризықтандырамыз. Соңғы табыстақ уаға Алладан қорқушыға тән. Қоңырау батырмасын басып, қазақша арнаның дамуына үлес қосыңыздар.